Біз өмір бойы уақытымыз жоқ деп айтамыз, бірақ бір қызықты есеп жасап көрейік. Адам орта есеппен 80 жасқа дейін өмір сүреді дейік. 7 жасқа дейінгі бала жауапкершілікті әлі өз мойнына ала алмайды. Ал 7 жастан 60 жасқа дейінгі аралықта адамның белсенді даму кезеңі. Бұл шамамен 53 жыл. Егер әр адам күніне небәрі 3 сағат Reels, Stories, пайдасыз контент, біреудің өмірін қараса, сонда бір жылда күніне 3 сағат қараған кезде 1095 сағат болады екен. Бұл шамамен 46 күн. Ал 53 жылда 58.035 сағат. Бұл 2418 күн, яғни шамамен 6 жыл 7 ай. Ойланып көріңізші, адам өмірінің 6 жыл 7 ай уақыты тек телефон экранында өтеді. Ал Малкольм Гладуэльдің «Генийлер және аутсайдерлер» кітабындағы 10.000 сағат қағидасына қарасақ, кез келген адам бір саланы 10.000 сағат ішінде меңгеріп алады. Бұл кітап туралы осы біздің парақшадан да таба аласыз. Сонда біз телефонға кетіретін уақытта 5-6 саланы меңгеріп алуға мүмкіндік бар. Әрине, телефонның бәрі жаман емес, біз телефон арқылы байланысамыз, үйренеміз, жұмысқа қолданамыз. Бірақ сұрақ басқада. Мен телефоннан не алып жатырмын? Білім бе, шабыт па, әлде босқа уақытымды кетіріп жатырмын ба? Сондықтан мен осы парақшада бос уақытыңызда тыңдауға болатын кітаптардың мазмұндарын, қызықты идеяларды, авторлардың ойларын бөлісетін боламын. Егер сіз де телефоныңызда өткізетін уақыттың тым болмағанда бір бөлігін пайдалы іске айналдырғыңыз келсе, парақшаға тіркеліңіз. Алдағы уақытта Юваль Ной Хараридің, яғни Сапиенсті жазған автордың Nexus атты кітабының қысқаша мазмұнын айтып беремін. Бұл кітап менде автордың өз қолтаңбасымен шығарылған. Мінекей автордың өзінің қолтаңбасы. Бұл кітапта жасанды интеллектінің, жаңағы технологияның адамзат дамуына әсері туралы.